Қайырлы күн оқырмандарым. Бүгінгі тақырыбымыз қазір барлық адамда жүріп жатқан кезең қатеден арылу кезеңі жүріп жатыр. Оны барлықтарыңыз өздеріңіз байқайсыздар. Сәл кішкене қателесіп қалсаңыздар, көңіл күйлеріңіз түсіп қалады, және де жарқырап жүре алмай қалып жатады. Әр адамда әртүрлі сынақтар жүріп жатыр. Біреуде денсаулығына, біреуде ақшаменен, әртүрлі жағдайлармен адамдар сыналып жатыр. Енді бұның бәрі, яғни біздің мына тылсым дүниенің бізбен әңгімелесуі, сөйлесуі. Тылсым дүние адамды, мысалы енді Алла тағала деп айтамыз ғой, не үшін бұл жерге жіберді? Осы жердегі өмірді өте көркем етуге және жақсы қылу үшін жіберді барлығымызды. Яғни біз бір-бірімізге жақсылық жасауымыз керек. Енді олай болмай қалды. Кішкене бізді западный психология біраз адастырды. Өзіңе ғана, өзіңе ал, өзіңе жаса деген нәрселермен, қағидамен жүріп кеткендіктерден қазір міне соның салдарын көріп отырмыз. Енді бұл қателерден арылуда оңай екен. Енді қайтадан жақсылық жасауға көшу керек. Өзі Құранда айтылған нәрсе бар ғой, ізгі амалдар жасап, Аллаға құлшылық ету. Қатенің бәрінен арылу мүмкін болмай жатса, мысалы, әр адам өзінің қатесін біледі. Алла тағаланың істе дегенін істеп, істемегенін істемеуіміз керек қой. Әр адам өзінің қатесін біледі. Бірақ та сол қатеге қайта-қайта ұрынып қалып жатамыз. Яғни ондай кезде біз не жасауымыз керек? Сондай кезде көбірек кішкене жақсылық жасау керек. Және де енді кішкене қолдан келетін не бар? Ғайбатты тыю керек. Ашуды кішкене тыю керек. Барлық нәрсені Алламен ұштастыру керек. Алла тағаламен қалай ұштастырасың? Мысалы, бір адам сізге қарап тұрып, бір дұрыс емес сөздерді айтты, сізде реакция басталды, ашу басталды, реніш, өкпе басталды. Оның бәрі кішігірім күнәларға жатады, Енді сол күнәдан, қатеден қалай арылып аламыз? Яғни, ең бірінші жаңағы адамның айтып тұрған нәрсесі сізге байланысты дұрыс болмаса, ең бірінші Алла тағаладан кешірім сұрайсыз. Алла тағала кешір мені, өстіп естіген нәрсеме реакция беріп тұрмын. Енді соның жақсы жағы қандай адамға? Мысалы, адам ғайбат ұнамай тұр сізге. Яғни соның тілеуін тілеп жүріңіз. Алла тағала осы адамды ғайбаттан құтқарып, ғайбат айтпай жақсы өмір сүру несібет. Маған да несібет дейсіз, Өйткені значит сізде де ғайбат бар, басқа бір жерде. Өйткені ғайбат жоқ болса, сіз ғайбатқа реакция бермейсіз, Адамның бәрі біздің зеркальный отражениеміз. Сол үшін Алла тағаладан кешірім сұрау сол үшін керек. Енді жаңағы үйдегі біреудің сізге қылығы ұнамайды. Әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Біреудің қылығы ұнамайды, біреудің ақша тапқаны ұнамайды, біреудің отырысы ұнамайды, жатысы ұнамайды деген сияқты. Сондай кезде, Алла тағала мені кешір. Мен осы адамға жылулық бере алмай тұрмын.